Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қысқа сақтауға арналған өте керемет лечо салатын жасап көрсететін боламын. Дәл осылай жасайтын болсаңыздар, сіздердің банкаларыңыз қысқа дейін жақсы сақталатын болады. Алдымен өзімізге қажетті ыдыстардың барлығын стерлетіп аламыз. Мен банкілердің барлығын осылай шәугімге 2-3 минуттан булап алдым. Ал қақпақтарын 2-3 минуттай қайнаттым. Қажетті көкөністерімізді де дайындап аламыз. Мен үлкен өте әдемі етті қызанақтарды таңдадым. Болгар бұрышының көк немесе қызыл түсін пайдалансаңыздар болады. Мен 2 түсін бірден қосатын боламын. Сонымен қатар сарымсақ, лавр жапырағы, ащы бұрыш, қант және тұз қажет болады. Қызанақтарымыздың барлығын 5-6 бөлікке бөліп дайындап аламыз. Егер ұсақ болатын болса, қызанақтарыңызды 2 бөлікке бөліп тастай берсеңіздер болады. Барлығын дерлік бір ыдысқа жинап алдым. Осылай енді оттың астын орташа етіп қойып 15-20 минут уақытқа қалдырамыз. Осы арада салаттың салмасын дайындай бастаймыз. Болгар бұрышын видеода көріп тұрғандарыңыздай кішкене ұсақтау етіп турадым. Осылай турайтын болсаңыздар, жеуге өте ыңғайлы болады. 20 минутта қызанақтың осылай суы шыға бастайды. Одан соң блендерден өткізетін боламыз. Суы шыққаннан кейін блендерден өткізетін болсаңыздар, өте тез өтеді. Ал егер құрғақ күйінде өткізетін болсаңыздар, блендерден өтпей қалады. Сондықтан осылай суын шығарып алып, барлығын өткізіп алдым. Егер сізде ет тартқыш жоқ болатын болса, дәл осы әдіспен жасасаңыз болады. Міне барлығын блендермен біркелкі етіп езіп алдық. Енді жаңағы турап дайындап қойған болгар бұрышын үстіне салып, араластырып жібереміз. Енді бетін жартылай жауып, 15 минут баяу отта қайнатып аламыз. Осы арада мен сарымсақ пен қызыл бұрышты турап алдым. Сарымсақты видеода көріп тұрғандарыңыздай кішкене ұсақтау етіп турадым. Бұл жерде мен кіші 2 бас сарымсақты пайдаланып жатырмын. Мен қызыл ащы бұрыштан біреуін ғана пайдаландым. Ащы бұрышты осылай ішіндегі дәнмен бірге қосатын болсаңыздар, өте ащы болып келеді. Сондықтан мен біреуін ғана пайдаландым. Қайнап жатқан салатымыздың үстінен 150 грамм сұйық майды құйдым. Одан соң жаңағы турап қойған сарымсақ пен ащы бұрышты қосып, кішкене араластырдым. Осы арада өз қалауларыңызға қарай дәмдеуіштерді сала берсеңіздер болады. Мен 3 дана лавр жапырағы, кептірілген ірі қара бұрыш және ас көкті ұсақтап турап қосып жібердім. Ас көкті қосу міндетті емес. Егер сіз ұнатпайтын болсаңыз, қоспасаңыз да болады. Және дәміне қарай 2,5 ас қасық тұз, 2,5 ас қасық қант қостым. Қанты мен тұзын өз қалауларыңызға қарай дәмін көре отырып қоса бересіздер. Енді жақсылап араластырып, баяу отта 10 минут уақытқа қайнатуға қалдырамыз. Арасында әрине осылайша қозғап тұру қажет болады. Салатымыз дайын болған кезде біз сақтық үшін 70% уксусты пайдаланатын боламыз. Осындай мерзім өтіп кетпеген уксусты таңдағандарыңыз дұрыс. Мен 1 шай қасық уксусты қосып, жақсылап араластырып жібердім. Осымен біздің салатымыз толығымен дайын болып шықты. Енді салатымызды суытып алмай, ыстық күйінде стерилденген банкілеріміздің барлығына дерлік құйып шығамыз. Менде 6 литр салат шықты. Описание бөліміне қажетті заттардың құрамы мен мөлшерін барлығын дерлік жазып қалдырдым. Егер сіз бұдан да көп етіп жасайтын болсаңыздар, сол мөлшерді 2 немесе 3 есе көбейтіп жасай берсеңіздер болады. Және каналымда қысқа сақтауға арналған түрлі банкілердің жасалу жолдары бар. Видео бөліміне өтіп, барлығын дерлік ашып қарасаңыздар болады. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Сіз де дәл осы рецептпен жасап көріңіз, өте дәмді болып шығады және тексерілген ең сенімді рецепттердің бірі. Егер сізге видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Менің каналымда осындай қытырлақ етіп, қиярды атылмайтындай етіп жабу тәсілі және қиярды ерекше етіп, қызанақтың соғында жабу тәсілі және басқа да түрлі рецепттерді таба аласыздар. Алдағы уақытта да көптеген рецепттермен бөлісетін боламын.